Халықаралық дау қыза түсті. Ақтаудағы ұшақ апатынан кейін Әлиев Ресейге шүйлігіп отыр. Негізгі мәлімдемелеріне тоқталайын. Мысалы, ол қара жәшіктерді зерттеу Бразилияда өтуіне бастама көтерген мәлімдеді. Себебі халықаралық авиация комитеті қара жәшіктерді ашса, тергеу әділ болмас еді. Мұнда мүдделер қайшылығы болуы мүмкін, дейді Әлиев. Оның сөзінше, ұшақ радиоэлектронды құралдар арқылы істен шығарылғаны анық, ал ұшақтың өзі жерден жасалған шабуылдан зақымданған. Әлиев айтып отырған тағы бір тезис ұшақтың неге Ақтауға бағыт алғаны туралы. Мысалы, қара жәшік ашылғаннан кейін оның да жұмбағы шешіледі, дейді ол. Ол айтқан тағы бір жұмбақ жағдай Ресей тарабының әрекетіне қатысты. Апат алдында Ресей жағы неге әуе кеңістігін жапса да, ұшақ пилоттарына бұл ақпарат берілмеген. Сөйтсек, дәл осыған ұқсас жағдай 10 күн бұрын болған екен. Сол кезде Азал компаниясына тиесілі ұшақ әуе кеңістігі жабылған туралы ескерту алған соң Грозныйға қонбай қайтып кеткен. Ал кейінгі жағдайда пилоттар ескертілмеген. Әлиев бұл ескертудің берілмеуі ашу мен таңғалысымызды туғызды, дейді. Мен қылмыстық істің барлық материалын әлі ашқым келмейді. Оның алдын ала тергеуі мен нәтижелері туралы маған хабарланды. Бірақ Әзербайжан азаматтарының қазасына Ресей Федерациясының өкілдері кінәлі деп сенімді түрде айта аламын, дейді ол. Осылайша Әзербайжан президенті әділдікті талап етіп, кінәлілерді жазалауымыз керек, дейді. Ал бұл апат туралы басынан аяқ әшкере Телеграм арнасында жазып отырмыз, сілтеме профильде.